Алихан Бөкейхан университеті конференция залында діни бірлестіктер жетекшілері клубының 90 сайынғы отырысы өтіп, оған өңірдегі түрлі конфессиялардың өкілдері қатысты. Отырысқа қатысушылар діни заңнамаларды және деструктивті діни ағымдарға қарсы тұру мәселелерін талқылады. Облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев барлық конфессиялардың басты мақсаты жастарды тәрбиелеу екенін атап өтті. Облыстық достық үйінің директоры Надежда Шарова жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруде этномәдени бірлестіктердің де ауқымды жұмыс атқарып жатқанын тілге тиек етті. Абай облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры Мақсат Өмірханов кез келген азамат дінге қатысты сұрағы болса, орталыққа жүгіне алатынын мәлімдеді. Абай өңірлік коммуникациялар қызметінде дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес акциясы аясында баспасөз конференциясы өтті. Облыста 2018 жылдан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған жаңа препараттарды қолдану арқылы туберкулезді емдеудің инновациялық тәсілдері енгізілуде. Туберкулездің алдын алудың ең тиімді әдісі вакцинация. Жаңа және қайта бейімделген препараттар арқылы қысқа мерзімді емдеу жүйесі жақсы нәтиже көрсетіп, ауруды толық емдеуге мүмкіндік беріп отыр. Айлық аясында мектептер мен оқу орындарда түрлі іс-шаралар, ашық есік күндері өтіп, сауда орындарында ақпараттық буклеттер таратылуда.